Сәлем достар, мен бүгін сіздерге гарнирді әзірлеудің тәсілін үйретемін. Бұл үшін бізге жарты стакан күріш және жарты стакан қарақұмық керек болады. Жуылған күрішімізді мөлдір болғанша қайта суық судың астында ұстаймыз. Міне дайын болды. Суымыз мөлдіреген. Енді осыған керегінше тұз себеміз бетіне. Осы жетіп қалады. Дәміне қарай тұз себеміз. Және 2 ас қасық өсімдік майын құямыз. Араластырдық. Тұзымыз езілді, еріді. Отқа қойып, қайнағанша бетін жағып қоямыз. Міне, майы бетіне жағып тұр. Қазір қайнаған соң, міне қайнады. Тасты алмай, қайнаған соң астын бәсеңдетіп қоямыз оттың. Қақпағын жапқанда тасып кетуі мүмкін. Сол себепті жанынан ауа өтетіндей қылып қиғашынан жабамыз қақпағын. Міне күрішіміз және қарақұмығымыз араласқан дайын гарнир болды. Мен духовкада пісірген тауық етіме осындай гарнир дайындадым. Жанына дайын салаттан салып, тауықтың етінен кесіп, дастархан мәзірін дайындадым. Кешкі ас дайын. Және өзім дайындаған помидордан жасаған салмамды үстіне құйып сәндедім. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнамнан тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет. Келесіде тауықты духовкада пісірудің әдісімен көрсетіп таныстырып кетемін. Арнамнан алыстамаңыздар. Міне достар, тауық етіне арналған гарниріміз дайын болды. Ас болсын.